стоит, лежит, сидит. Он стоит или сидит? Оно лежит или стоит? Осы видео сабақта біз стоит, лежит, сидит деген етістіктерді қарастыратын боламыз. Стоять бұл тұру, сидеть бұл отыру, лежать бұл жату. Енді мысалдармен түсіндірейік. Она стоит. Мына қыз бала тұр. Дети стоят. Балалар тұр. Собака стоит. Ит те тұр. Енді машина стоит. Машина тұр. Біз машина отыр немесе машина жатыр деп айта алмаймыз. Стол стоит. Стул стоит. Келесі етістік, және біз стоять етістігіне мысал келтірдік. Келесі сидеть етістігіне келтірейік. Малыш сидит. Бала горшокта отыр. Кошка сидит, яғни мысық отыр, жерде отыр. Собака сидит. Ит те отыр. Он сидит. Ол отыр, ол орындықта отыр. Птицы сидят. Құстар отыр, ағашта отыр. Яғни сидит бұл жекеше түрде, ал сидят көпше түрде. Мына жерде бізде бірнеше құстар отыр деген сөз. Сонымен қатар сидеть етістігін жандіктермен қолданамыз. Мысалы, муха сидит, шыбын отыр. Пчелы сидят, аралар отыр. Бабочка сидит, көбелек отыр. Паук сидит, өрмекші отыр. Біз жандіктермен үнемі сидеть деген етістікті қолданамыз. Жекеше түрде сидит, көпше түрде сидят қолданамыз. Мысалы, пчелы сидят, аралар отыр. Енді лежать етістігіне тоқталайық. Мальчик лежит. Ол бала жатыр. Кошка лежит. Мысық жатыр. Мысық жастықта жатыр. Собака лежит. Ит жерде жатыр. Ковер лежит. Кілем жерде жатыр. Она лежит. Мына қыз диванда жатыр. Және яблоки лежат. Алмалар тәрелкеде жатыр. Сонымен лежит бұл жекеше түрде болса, лежат көпше түрде. Енді тағы да бірнеше мысал. Фрукты и овощи лежат. Олар мына жәшіктің ішінде жатыр. Ал доп, яғни мяч, лежит болады. Өйткені ол мысалы далада жатыр, көгалда жатыр. Мяч сидит, стоит деп айта алмаймыз. Лежит дейміз. Сонымен лежат бұл көпше түрде, яғни фрукты овощи бұл көпше түрде, ал лежит жекеше түрде. Мяч жекеше түр. Стоять или лежать, яғни стоит бұл вертикальды түрде, лежит горизонтальды түрде. Чайник стоит. Шайгүм тұр. Бұл вертикальды түрде. Вертикальды түрде болса, онда ол тұр, яғни стоит дейміз. Чашки стоят. Бұл жерде бізде екі чашка. Сол себепті стоят көпше түрде қолданамыз. Чашки стоят дейміз. Вертикальды түрде олар тұр. Ал енді приборлар туралы қалай айтамыз? Приборы лежат дейміз. Олар горизонтальды түрде жатыр. Мысалы, тарелканың үстінде, салфетканың үстінде, столдың үстінде жатыр дейміз. Енді стоять, сидеть или лежать. Яғни бұл тұрма, отырма, жатырма. Мына мысалда он лежит на диване. Ол диванда жатыр. Она сидит на стуле. Ол, мына қыз, орындықтың үстінде отыр. Біз жатыр деп айта алмаймыз. Тұр деп айта алмаймыз. Ол орындықта отыр деп айта аламыз. Келесі мысал. Они стоят в очереди. Олар очередьте тұр. Машина стоит в гараже. Ал машина гаражда тұр. Біз тіпті қазақ тілінде де тұр деп айтамыз. Сол себепті орыс тілінде де стоит деп айтамыз. Келесі мысал. Сонымен стоять бұл вертикальды түрде, егер тұрса, стоять дейміз. Сидеть бұл аяғында болса, яғни сидеть бұл бірдеңенің үстінде отыру мүмкін, немесе жерде отыру мүмкін. Лежать бұл горизонтальды түрде болса, онда лежать етістігін қолданамыз. Мысалы, шкаф стоит. Бұл вертикальды түрде тұр. Сол себепті тұр дейміз біз. Қазақ тілінде де шкаф тұр дейміз, Сол себепті орыс тілінде де біз шкаф стоит дейміз. Кровать стоит. Тигр сидит. Тигр отыр. Он сидит. Аяғында, яғни жерде отыр деген сөз. Комар сидит. Он сидит. Бағана біз жандіктер міндетті түрде сидет деген етістігін қолданатын айтқан болатынбыз. Енді он лежит. Бала, яғни горизонтальды түрде жатыр. Сондықтан горизонтальды болған үшін он лежит дейміз. Енді тағы бір мысал, бұл кітаптар туралы. Бұл жерде байқағаныңыздай вертикальды түрде, ал мына жерде горизонтальды түрде тұр. Сонда мына мысалда бізде кітаптар тұр дейміз, яғни книги стоят. Ал мына мысалда
книги лежат. Кітаптар бірінің үстіне бірі жатыр дейміз қазақ тілінде. Сол себепті де біз орыс тілінде де книги лежат дейміз. Бұл жерде книги стоят болса, ал мына мысалда книги лежат. Осы сабақта біз стоит, лежит, сидит деген етістіктерді қарастырған боладымыз. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.